Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін дәмді, керемет наурыз көже жасайтын боламыз. Суымызға етімізді, қазымызды саламызда, тұз салып, қайнап шыққанша крышкасын жауып қоямыз, қақпағын. Қайнап шыққан суымызды, сорпамыздың көбігін аламыз. Наурыз айында ата-бабамыздан келе жатқан наурыз көже жасаймыз. 7 түрлі дәнді дақылдар, айранымызды қосып, 7 түрлі тойымды көже жасайтын боламыз. Наурыз баршаңыздың шаңырағыңызға құт берекесімен, жақсылығымен келсін. Міне қайнап шықты. 2 сағаттай қайнатасыздар достар, еті әдемі болып піскенше. Осылай 2 сағат қайнады менің етім. Енді сүзіп аламыз дағын етімізді. Осылай алып аласыздар. Ақ жүгері салдым 100 грамм. Маш салдым 100 грамм. Алдын ала қайнатып алдым машты. Тары салдым 100 грамм. Күріш салдым 100 грамм. Сары жүгеріні де алдын ала қайнатып алдым. Бұл да 100 грамм. Араластырып, тағы да 2 сағатқа қайнатасыздар. Дәнді дақылдарымыз піскенше. Сол кезде біз піскен етімізді тураймыз. Пышағым тиген бойда үзіліп жатыр менің етім. Өте керемет болып пісіпті. Баршаңыздың шаңырағыңызға наурыз жаңа жылымыз, қазақтың жаңа жылы құт береке, бірлік алып келсін, ынтымағымыз ажырамасын. Өте оңай наурыз көже жасай жатырмыз. Жасап көріңіздер. Туралған етімізді салып, араластырып, тұзын көріп, қалауларыңызша саласыздар. Дайын болған көжемізге айран қосамыз, араластырамыз. Міне дайын болды. Керемет, дәмді, тойымды көже шықты. Ас болсын, жасап көріңіздер.